8 шілдеде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының шешімімен тиісті заң қабылданған болатын. Лудоманияға қарсы, заңсыз істеп жүрген ойын бизнес саласының субъектілерге қарсы тиісті осы саланы реттеуге бағытталған тиісті заң жобасы қабылданған болатын. Соның заңның шеңберінде қабылданған құжат жалпы 8 кодекс пен 14 заңның нормаларын қозғайтын, тарихта бұрын сонды болмаған 150 түзетулерді қамтиды. Жалпы біздің ойын бизнесі туралы заңы 2007 жылда қабылданғаннан бері осындай түзетулер тарихта болмаған.